келесі тыңдайтын термелеріңіз мына Тамбовдан шыққан ақын десек те болады ағамыз Полатбек Жанбаевтың Тамдыдағы шындық деп жазған, соны алдарыңа жолдап берейін, қабыл алыңыздар. Сөзінің басында Полатбек аға Әкім аға деп бастап жатыр. Әкім ағай сәл берген той жегенде сағын аға шындықты айтатығын келді кезі қағыңыз тоңдыралы жырау аға қалған дала азғанама Алланың осы мекен жазғанынай үдере көшіп жатыр Тамды халқы тоқтар еткім айтады ғой қалғанынай көшеге шығып аға өзің қараш үйлерін өткізе алмай жүрген талас Тамдының ағаштарын тасып жатыр күн сайын тыным таппай егіш қамаз өріске сыймай жатқан малың қайда кемпір шал ұл мен қызым сағынбай ма кетіп тау ата-анасын жұртқа тастап күн туса топырақта салынбай ма келіннен босана алмай сойылуда қыздардың абыройы жойылудай тені іштен шалып кейбір қулар секіріп уайымсыз тойынудай пайданың көзі болдым істегенің мыс болса керегі жоқ ештеңенің бір күндік табысына алаяқтың жетпейді 10 жыл бойы істегенің әркімнің тіршілік қой күйтетіні сарайдың бар етпейді бичитіні қуырып алды күнде қуырдағын көптейді жігіттердің итшитіні кезіне піспейді ғой қартылмаса ақбидай нан болмайды тартылмаса тезлеп бесе қайту қиын үлкендер ақыл қасап қайтармаса